Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силермен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырдык эпосу жөнүндө көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мурда айткандай, мен Сагынбай Орозбаковдун вариантынын негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндө Манас романын жазганмын. Мына бул китептер силердин алдыңарда турат. Бул китептердин баары мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана Эл министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн көрүп, азыркы учурда романым орто мектептердин программасына Манас эпосун окуп үйрөнүүнүн кошумча окуу куралы катары сунушталган. Мектеп окуучуларына Манас үйрөнүш оңой болуш үчүн мен мындан тышкары дагы 8-11 класстын окуучулары үчүн жумушчу дептерлерди түзгөнмүн. Алар дагы билим берүү академиясынын чечими менен азыркы учурда мектеп программасына киргизилген. 3 жылдыктын экинчи бөлүгү болгон Семетей эпосу боюнча азыр мен иштеп, биринчи том романды бүтүрүп, азыр экинчи томдун үстүнө иштеп жаткан мезгилим. Биздин эпосубуз мындан ары да Манасыбыз жайылсын деп мен 5 томдуу романды толук ойдон орус тилине котордум. Жана аларды сатыкка атайын интернет сайт ачып, epos-manas.com ошол жерге атайын сайтка коюп койдум. Кимде ким кааласа ошол жерден китепти сатып алса болот. Мындан тышкары мен мына өзүңөр көрүп тургандай эпос жөнүндө айтып, китептеримден үзүндүн окуп берип, видеороликтерди чыгарып жатамын. Бул видеороликтер кыргыз жана орус тилдеринде сайын чыгып жатат. Орус тилиндеги видеороликтер дүйнө жүзүнүн 12 тилиндеги субтитр менен коштолуп жатат. Бул деген эми дүйнө жүзүнүн ар бир жашоочусу биздин Манас эпосу менен, Манас романы менен өзүнүн эне тилинде, өзү жакшы билген тилде тааныша алат дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан мен силерден суранат элем, биздин бул видео роликтер, видео тасмалар жөнүндө өзүңөрдүн жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерде жашап жаткан тууган уруктарыңарга, дос жарларыңарга, тааныш билиштериңерге айтып койсоңор, силер Манас эпосун жайылтканга өз салымыңарды кошкон болот элеңер. Мына мен эпос жана романым жөнүндө кыскача айтайын дегеним ушул. Эми силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Манас балам, байдын кызын албасаң, кулдун кызын аласыңбы? Деп сурады Жакып. Жок, туурук тамам, тултук бет кулдун кызын аялдыкка албаймын. Жылмайды Жакып. Сен болочок аялга дагы кандай талаптарды коесуң? Ушуну менен болдубу? Жок ата. Мен ала турган кыз эркеги жок, эркелетип өстүрүлгөн жалгыз кыз болбосун. Өз эркинче кашка өскөн кан кызына, желкүндү сүйлөгөн казынын кызына да жолобо. Келечектеги аялыңдын теги жөнүндөгү талаптарыңды түшүндүм. Анын өңүтүсү кандай болсун? Же сени бул жагдай кызыктырбайбы? Эмнеге кызыктырбасын? Күлдү Манас. Эки аялым тең келишкен сулуу болсо, эми үчүнчү катындыкка укучуну алмак белем.
men alatan kız öңdü, түстü, sulu, tal çığıkтай tеңселген, sağma çaçı çеңселген, tatnakay kız bolsun. Ayaldın suluğu bolusu жетişir, balam. Çıraydı suğa çılap içpeysin. Adam için birinci кезекте akıl gerek. Vazir жақшы, қан жақшы, қатын жақшы, ер жақшы деп бекерден айтылған емес. Doğru айтасың. Ата мен аялым сұлу ғана емес, ақылды, ақылын терең ойлаған, әрбір түрлі жұмыстың арқасынан да болжаған қыз болсын. Болашақ келінімден адамдық қасиеттері жөнінде қандай талабың бар? Тапқан қызың адамға аябай сылық, мейірімді, төрт тарабы кең болып, жылдызы ысық, жылу сөзді, пейілі кенен болсын. Ушундай қызды ата мен үшін іздеп тапқын. Ушундай қыз ғана маға қатын болуға жарайды. Баласын үйлі, әрбір атаның милдеті. Балаң жаман болса да, манас деп шыққан даңқы бар. Сен еш шығымдан қорқпастан, маға татықты қызды тапқын. Мақұл, балам. Ұрышта тұрыш жоқ. Жақып баласына аял табу үшін ертесі күні жерге жарық түскенде жолға шықты. Абышқа өзіне Атай ұлы Бокені, Ақынбек ұлы Меңдібайды, Алыбек ұлы Жөкені жолдаш қылып алды. Қоқыстан жақшы қыз шығып қалса менен де қысын отырмақ білем. Қызылшаққа пұл бербестен қантып құлып тұрам деп ойланған Жақып жанына 60 жамбы пұлды салды. Самарқандың елін саралап, жарды байын аралаған Абышқа Оратөбе, Жызақтың барын қыдырып, Ташкентке келіп, татып таппастан, айласынан андан ары сапарын ұлантадырған болды. Жақып жолға шығардың алдында ойланды. Мен Бұқарды шағырына барайын. Ал жердегі илимді уламаларға, билимді ұлықтарға барып, жақсы қызды балама қараштып көрейін. Ұзақ жолды басып өткен Жақып жігіттеріменен Бұқарға келгенде жергілікті қиба тажик жұрты аны немне себептен келгенін білгенден кейін аябай дүрбелең болушты. Бізге дүниесі көп, аябай бай чал келіптір. Аның баласын күйе болағылып, қырғыздармен жақсы мамиледе бололу. Манас Батырдай күйе болалы болсақ, бізге де жаман болбайды. Жақсы қыздар аябастан жарды бололу, бай бололу, бардығын бұл чалға көрсеткілеу деп тажиктің бектері еліне жар салышты. Бұл бұйрық атқарылып, Жақып 600-ге жақын жергілікті шаһарлық қыздарды көріп, ешбірі аның қолына толған жоқ. Бұқардың елі аябай наразы болды. Ушунча қыздан біреуіне жақтырбаған, қандай қиынсынған, надан кішімізге келген деп жергілікті тажиктер құшақташып Жақыпқа чуланышты. Қарағанда мені аябай балам ора қылды деп ішінен пұшайман болып кейді Абышқа. Манасқа қатын алып берем деп, бар жерден қыз іздеп, аябай ит болып, ел жұртқа да жаман көрініп түстім. Қапаланған Абышқа Бұқардан ары Кейіпке барды. Жолдан чарчаған Жақып ел басшысы Алым Мұрзаны шақырып, аға 2 жамбы пұл беріп, жақсы көзді қыздар жөнінде сұрады. Басшы қара сақалды иегін тұрмап, бір сағымға ойланып қалды. Бай Жақып, деді басшы ойлы, балаңа татып бір жақсы қыз бар. Шаны бір көрсем, мақұл, көрсе көрейін, қуанып кетті Жақып. Ал қандай қыз, қайшы жерден, кім дегендің қызы?
ошол жөнүндө мага толук төкпөйчү айтпай айтып берчи Аалым мырза. Макул, айтса айтып берейин, ал кыздын ата тегин. Анда сөзүм жок. Kızın atası Atemir 30 kalağının kanı. Kızın adı Sanirabiga. Al 40 nöker yoldaşı var. Ançam çocuk doğup bugün. Ayvay kıyın kız. Oo. Sanirabiga'nın kutluna tolu ayvay kıyın. Sen hiçbir kızı jaktırmay. Şunçadan beri yolda жүрөт экенсиз. Бирок Sanirabiga жагып калса, аны кантип аласыз? Кантип алмак элем? Күлдүжак. Эл катары анын атасына кура түшүп, каада салт сактап аламын. Sanirabigаны алам деген канча жандар анын калыңына чыдашпастан жаа бою качып кетишти. Күмөнү башын чайкады Аалым мырза. Аны падыша болгон бирөө албаса, башкалардын чамасы жетпейт. Бул сөздөрдү укканда Жакып бай бир чети кубанып, экинчи чети пушайман болду. Чамасы изеген кызым табылды окшойт деп ойлонду Айбушка. Аалымдын айтканына караганда Sanirabiga өңдүү, түстүү, сулуу, akıllı tetik, baydın, cembağaldın emez, kandın kızı durbay bu. Demek oğlumdun kuluna dolu durganday. Birok Aалым beni kız yağıp kalsa, anı kan tolasız deyip korkutup жатпай bu. Sanirabiga'ga atası ayabay köp kalın suragan turbay bu. Çamamda ал кыз ешкімге бергісі келбей, ушундай ыкманы колдонуп, баарын качырып жатат го. Эми эмне кылсам? Атемирге батыппы? Же сыйым менен башка жактан кыздарды издесемби? Бутундагы өтүгүн колунда камчысы менен чапкылап бир аз отурган Жакып тобокелге бараткан болду. Жок деп ойлонду Абышка. Ушунча бара болгондон кийин Sanirabigаны көргөнгө барайын. Анын кандай экенин көрөйүн. Эгерде азырага барбастан кетип калсам, балким мындай кыз башка жолукпай калат чыгар. Мен кайрадан кайтып келгенче, бул кызды бирөө алып кетип калса, анык шорум кайнайт. Себеби жакшы кыз алып бермейинче, анал жанымды тынч койбойт. Кайра аял алып бер деп агасыла берет. Ошондуктан Sanirabigага барайын. Анын атасынын сөздөрүн угайын. Атемир чоң калың сурайтылган болсо, мага айтайын. Ал баардык чыгымды өзүм көтөрөм деген эле. Балам кааласа, алы жетсе, калыңды төлөп берсин. Күчүн көрсөтсүн. Эгерде калыңды төлөй албай калса, айыбым жок болуп, манас мага тийише албай калат. Туура Sanirabigаны алууга чамам жетпей калуусу мүмкүн, деди анын жообун күтүп турган Аалым мырзага Жакып. Бирок сен аны бир көрсөтчү. Ошондон кийин эмне кылууну чечем. Макул бай. Аалым мырза 10 чаксы жолдоштор менен жыйылып, берилген 2 жамбыны бөлүп алып, Жакыпты Атемирдин ордосуна алып жөнөдү. Шаардын четинде жайгашкан Sanirabiganын бакчасына жеткенде, Аалым баарын таштап, бай Жакыпты аккан суунун четине Атемир кызына жашаган темал атылган аянтчага алып келди. Ал суунун аягы абуз менен бүтүп, айланасын алма, бадам, алча, жүзүмгө мол аябай калың чеп тукой ороп турат. Эки жагын элеңдей караган Аалым мырза Жакыпка кайрылды. Биз экөөбүз далдоо болуп көрүнбөй туралы, деди эл башчы. Азыр бул жерге Sanirabiga курдаш кыздары менен иш алганы келет. Макул болгон Жакып Аалым менен Курайдын арасында эч кимге көрүнбөстөн
Bılk etmesinden cattı. Na hurmatlı yoldaşlar, bizim vaktin sonuna gitti. Beslerine koştaşamın, kayradan yol boşkanca, salamatta kalırlar.